Сәлеметсіздер ме? Дәл бүгіннен бастап табысқа жеткіңіз келсе, тыңдаңыз. Дәл бүгіннен бастап мен бақыттымын. Авраам Линкольн адамдардың көпшілігі қанша бақытты болғысы келсе, сонша бақытты деген. Бақыт дегеніміз айналадағы қалыптасқан жағдайлардың нәтижесі. Екінші, дәл бүгіннен бастап мен өзімнің ойымдағы емес, мені қоршаған өмірге бейімделе бастаймын. Үшінші, дәл бүгіннен бастап денсаулығым туралы ойлана бастаймын. Төртінші, дәл бүгіннен бастап мен өзімнің ой өрісімді кеңейте бастаймын, білімімді толықтырамын. Бесінші, дәл бүгіннен бастап мен өз-өзімді жетілдіруді қолға аламын. 3 нәрсе жасаймын. 1. Адамға пайдалы және өзіме пайдалы 2 нәрсе. Алтыншы, дәл бүгіннен бастап адамға достық ниетпен қараймын. Жақсы жағымнан көрінуге тырысамын. Жарасатын киім киіп, дауыс көтермей сөйлесем, ешкімді сынамай, ешкімге жөнсіз тиіспей, ешкімді басынбай. Жетінші, дәл бүгіннен бастап бүгінгі күнмен өмір сүремін. Өмірдегі проблемаларды бірден шешуім мүмкін еместігін есте сақтаймын. Сегізінші, дәл бүгіннен бастап мен өз істерімді жоспарлап, әрбір сағат сайын не істейтінімді жазып отырамын. Асығыстық пен шешімсіздіктен арылу үшін. Тоғызыншы, дәл бүгіннен бастап 30 минут жалғыздықта тыныш жерде отырып тынығамын. 10-шы, дәл бүгіннен бастап мен бақытты болудан, әдемілікке сүйсінуден, сүюден және сүйікті болудан қорықпаймын. Мен жақсы көретін адамдардың мені де жақсы көретініне сенемін. Видео ұнаса, лайк басып жазылуды ұмытпаңыз.